Shri Shrimati Bhaktivedanta Swami Prabhupadaning Shantan oğlumunun 8. tarağının 5. bölümün Ağılsın tilinin Qazaxşalağın 9. Navruz 2021 yıl Tuğanat Merjan İlyaslı Ruhaniyatı Murat Eşyamıdas Mahavat ve sululuk gözünüzdew 1974 yılı Mamar ayında әйгілі İrland ağını Desmond James Bernard O'Grady Şila Prabhupadaның Римдегі пәтеріне келіп, екеуі рухани жетекші мен ақының табиғаты мен міндеті, бүгінгі білімі мен оның көкейкетті мәселелері, соғысты тоқтату, мәңгі бақи өмір мен махаббаттың маңызды табиғаты тәрізді мәселелері жайында ұзақ та қызу әңгімеге кірісіп кетті. O'Grady Bhagavad Gita басылымыңыз тамаша екен, Prabhupada. 2 жыл ішінде 5-ші қайтара басылып отыр. Grady Krishnadan қозғалыс қай елді кеңінен таралуда? Prabhupada. Afrikada, Amerikada, Kanadada, Japoniyada, Қытайда, жалпы бүкіл жер жүзінде. Әсіресе Америкада шапшаң таралуда. Көптеген американдар Krishnadan өлімін қабыл алуда. Grady, осы Римдеше полиция кедергі келтірмеді ме? Prabhupada. Қайда барсақ та кедергілерге ұшыраймыз. Ара-тұра соңымызға түсетін полиция ақыры шаршап ештеңе істемейді, күледі. Grady, жүйе қудалауын қойды ма? Өте жақсы болған екен. Жүйеден қатты шаршағандаймын. Кадр қатестеліп жатқан мәселелер бастан асады. Бәлкім осы жүйені қалай жеңу жолын сілтерсіз. Prabhupada. Ирландтар шайқасудан еш уақытта шаршамайсыздар. Grady, шаршамаймыз, күледі. Шайқасу рухы ежелден қанымызға сіңген, туа біткен қасиетіміз. Prabhupada. Әрқашан шайқасып жүргендеріңіз үшін. Grady, бізге қандай кеңес берер едіңіз? Айтайын дегенім, осы жерде қол қусырып отырғаным адамгершілікке жата ма? Prabhupada. Мен ирландпын, итальянмын, америкамын, индиямын деп өзімізді түрлі денелерге балап алдануымызды қоймайынша айқаса береміз. Иттер мен мысықтардың жауласуын тоқтата алмаймыз. Олар неге жауласады? Себебі ит мен Дәуітпін деп кеудесін керсе, мысық та мен де нәнсеміз мысықпын деп күжірейді. Егер бізде дәл осылай мен ирландпын я ағылшынмын деп өзімізді денемізге баласақ, онда мысықтар мен иттерден артық емеспіз. Өмірге тәни түсінікпен қарауымызды қоймайынша осылай қырқыса береміз. Grady. Махатма Гандидің Англияның қауымдар үйіндегі тартысшы. Prabhupada. Бұл да итизмнің басқа бір түрі. Еш айырмасы жоқ. Иттің тәнді болғандықтан ит мен итпін деп ойлайды. Егер Индия топырағында туғандықтан мен индиямын деп ойласам, онда иттен айырмам қайсы? Өмірге тәни түсінікпен қарасақ, жануардан еш айырмамыз жоқ. Өзіміздің осы денелеріміз рухани жандар екенімізді түсінсек, тыныштық орнайды. Онсыз тыныштық орнауы мүмкін емес. Саева Гокара. Өмірге тәни түсінікпен қарайтын адам сиырға я есекке ұқсайды дейді Веда шастралар. Адамдар осылай ішкі жан денелерін төмен түсінікпен түсінуден көтерілуге тиіс. Мұны қалай істеуге болады? Мам чайо вепки чарана бхакти йогана севате. Сагунан самати тайтан брама буяя калпате. Толық берілі қызмет етіп, қандай жағдай болса да бұл жолдан ауытқымайтын пенде, фәни табиғат гүналарының ықпалынан лезде азат етіліп, браман деңгейіне көтеріледі. Мұсылманбыз, христианбыз, еврейміз, тағы басқаларымыз деп өздерін ендігәрі бөліп жармайтын қоғамымыздағы көптеген мексикандар, канадалықтар, индияндар, еврейлер, мұсылмандар түгелдей Кришнаның бакталары. Брамандану деңгейі деген осы. Grady. Бұл да атау ғой. Prabhupada. Иә, әр нәрсенің өз аты бар. Мысалы, сіздің атыңыз басқа ирландтың атынан өзгеше аталғанымен, бәріңіз де өздеріңізді ирландпыз деп сезінесіздер. Атымыз әрқалай аталғанымен, мәселе онда емес. Қасиетіміз бір болуға тиіс, қажеті осы. Әртүрлі атауларға қарамастан, Кришнаның қасиетіне еленген кезімізде бейбіт тыныш күн кешеміз. Сохам деген осы. Бір елге жататын адамдар әртүрлі аттармен аталғанымен, бір елге жататынның бәрі бірдей сезінеді. Әр түрлілікте тұрған ештеңе жоқ, керісінше, егер қасиеті бір болса, бірлік Брама Бута деген осы. Брама Бута прасанатма нашочати накаңшати сама сарвеші бутешу мад бактим лабате парам. Осы бақи күйге шомған жан бірден жоғары брахманды танып, қуаныш шаттыққа толық бөленеді, ешқашан қайғырмайды, ештеңе тілемейді, және барша тірі жандарға бірдей қарайды. Мұндай күйге көтерілген ол маған шын берлі қызмет ету мүмкіндігіне еленеді.
Fani derdikке şaltkanlar o üçün fani elim kaygı-hasretke tolu bolsa, kerisinçe Kudayçıl baktalar üçün bukul elem Baytunka uksas, tılsım tanış kavıp kader zorun. Impersonalist üçün Brahman satısına götürülü, hak ben birgü tüpkü jetistik. Grady. Hak bizning sırtımızda mı, ya işimizde mi? Prabhupada sırtımızda da, işimizde de emas, hak ekişte emas. Grady. Al jekadir atılgak dengeyindişe. Prabhupada. Әлі де хақи деңгейге көтеріле қоймаған біздер тек хақи деңгейге көтерген соң ғана хақтың қасиеттеріне иеленеміз. Алайда қазір салыстырмалы әлемдеміз. Дәл қасымызда болса да хақты түсіне алатындай сезімдеріміз онша таза емес. Уақыттың қамауынан шықпайынша хақи деңгейге көтеріле алмаймыз. Грейди. Сонымен хақи дегеніміз уақыттан тыс өмір ме? Mano Bhagavad Gita Janma karma cha madhivyam yuvam yavetti tatvata tyaktva punar janma naiti mamiyeti sorjuna. Benim осы дүниеге келуіммен іс қарекеттерімнің тәңірі табиғатын білетін жан, фәни әлемде ешқашан қайда тумайды, тәнін тастап шыққан соң менің мәңгі мекеніме қайтар олады, о Арджуна деп түсіндіреді. Үйімізге Құдайға қайтар олу біздің хақи табиғатымыз. Фәни әлемде өзімізді денемізге балауымызды қоймайынша бір денеден екінші денеге көшіп қонумен боламыз. Бұл біздің хақи табиғатымызға қайшы келеді. Рухани әлемге қайтар олған жан хақи табиғатына жетеді деп осы өлеңде анық айтылған. Грейди. Мұның үшін бірақ сұрайын дегенім, осы орнымызда отырып алып достарша маңғаздан әңгіме дүкен құруымыз жеткілікті ме? Өстіп отырғанымызда мұхиттың ар жағында Прабхупада. Сіз ана жерде, мен мына жерде отырсақ да, бұл айырмашылық шын менімізге әсер етпейді. Осыны ескермей отырсыз. Екеумізде адамдарымыз Ирланд, Ағылшын, Протестант, Католик деген секілді түрлі түсініктер тек әртүрлі киімдер ғана. Мұндай атаулардан азат етілген жан тазарады. Sarvapati vinirmukta tatparat vena nirmala Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Ruchate Bhakti Rasamrta Sindhu Bir-bireka, bir-bir-oneka. Сезімдеріңізді тазартып, сол тазарған сезімдеріңізді сезімдер иесі Кришнаға қызмет етуге жұмсасаңыз, өміріңіздің кемел шыңына жеткеніңіз. Екінші емес хақи деңгей деген осы. Грейди. Дегенмен жиі өзіңізді Америкамын, я Индиямын, я Африкамын, я басқа бір өмір деп ойлауға мәжбүрлейді ғой. Прабхупада. Я фәни қоғам дегеніміз екіштілікті білдіреді. Грейди. Бірақ бұдан қашық құтылу мүмкін емес. Фәни тірліктен қалай қашық құтыласыз? Прабхупада. Су өссе де су жұқпайтын, суда өссе де су жұқпайтын лотос гүл іспетті, Кришнаны танитын жанда фәни тірліктен тыс. Грейди. Бір саланың метафораларын басқалардың көмегімен түсіндіре алмаймыз. Бұлыңғыр рухани болжамдардың көмегімен саяси проблемаларды түсіндіру мүмкін бе? Екеуінің табиғаты бір-бірінен мүлдем өзгеше ғой. Прабхупада. Кейде саналуан мысалдар проблемамызды тереңірек түсінуімізге, я бағалай білуімізге септігін тигізеді. Гүлсауыттағы әртүрлі гүлдерді тереңірек бағалай білуімізге септігін тигізеді. Қай тұрғыдан алып қарасақ та, Кришна барлық проблемаларды шеше алады. Тек ирландтар мен ағылшындардың ғана емес, бәрінің проблемаларын шеше алады. Әртүрліліктегі бірлік деген осы. Әртүрлі тектерден шыққандарына қарамастан, Кришнаны танитындықтан шәкірттеріміз тату-тәтті ғұмыр кешуде. Грейди. Өте жақсы. Мұныңызбен келісемін. Кришна тану дегеніңізде Кришна тану мен христиану арасында айырмасы бар деп ойлайсыз ба? Осыны білгім келіп отыр. Прабхупада. Айырмасы жоқ. Иисус Құдай тану ілімін уағыздау үшін келді. Егер Христті танысаңыз, Кришнаны да танисыз. Грейди. Сонда Кришнаны, я Құдайды тануымызды, ішкі жан дүниемізді тануымызды білдіре ме? Яғни өзімізді шын танимыз ба? Прабхупада. Я Құдайды танысақ, ішкі жан дүниемізді де танимыз. Керісінше, тек ішкі жан дүниемізді ғана танысақ, Құдайды танымаймыз. Грейди. Ал егер ішкі жан дүниемізді танысақ, Құдайды тануымыз мүмкін бе? Жоқ. Прабхупада. Жоқ. Грейди. Ішкі жан дүниеміздегі Құдайды тануымыз мүмкін ғой. Прабхупада. Ішкі жан дүниемізді тануымыз Құдайды тануымыздан туады. Қазір күнші уақытта отырған сіздің өзіңіз көру қабілетіңіз күнді тануыңыздың құрамдас бөлігі болып табылады. Қараңғыда өзіңізді көре алмайсыз, түнде тіпті қол-аяғыңызды да көре алмайсыз. Керісінше, егер күн көзіне шықсаңыз, күнді де өзіңізді көресіз. Күн нұрынсыз, Құдай танусыз, ішкі жан дүниемізді толайым танымаймыз. Керісінше, егер Құдайды танысақ, ішкі жан дүниемізді айдан анық танимыз. Грейди. Көптеген
Көптеген студенттерді оқыту барысында дидактикалық ақыл ой сүгімізбен құтқаруға тырыспаймыз. Жүйенің қаншалықты рұқсат етуіне қарай, біз студенттерді қоршаған әлемде ең үздік, ең сұлу, ең терең рухани нәрлендіретін нәрсеге бағыттауға тырысамыз. Рухани күйге шому үшін риясыз, бейтарап күйде қала алмайтын студенттер көбінесе көңілшек эмоциямен әсерленеді. Мен кіммін, немесе мұның бәрі не үшін деген негізгі сұрақтарды жиі қойып жатады. Прабхупада: иә. Грейди: немесе неге мұндамын деп те сұрап жатады. Прабхупада: иә, өте жақсы. Грейди: мұнда болуға неге мәжбүрмін? Оқытушы ағай, сіз кімсіз? Біздің не ойлап кім болуымыз, я кім болмауымыз керектігін үйретуге қандай хақыңыз бар? Мен неге Шекспирді оқуға, Моцартты тыңдауға тиіспін? Боб Диланды артық көремін деген сұрақтары қатты түңілген ақылдан, қауіптенуден, беймәлімділіктен, жалпы құрылым беделіне күмәнданудан туады. Көбінесе мұндай сұрақтарына, шынбайларына қатты батыра жауап қатуға мәжбүрміз. Мұндай сұрақтарын неліктен бірінші сұрайтынын ескере отырып, тіке жауап берудің орнына жанама жауап беруге мәжбүрміз. Оларға тікелей әсер етуіміз керек пе? Прабхупада: қай проблеманы қозғап отырсыз? Грейди: бүгінгі білім беру жүйесін. Иә, бүгінгі білім беру жүйесі көптеген сұрақтарға жауап бермейді. Мұнда неге келдім? Мұның мәні неде? Деген сұрақтарға кемел жауап беру шарт. Сондықтан ведалар тадвижнан артхам сагурам епап хигачет. Осы сұрақтардың бәріне жауап табу үшін шын рухани ұстазға жүгіну шарт дейді. Грейди: егер ешқайсы болмаса ше, егер бізге мистер Никсон шын рухани ұстаз десе не істейміз? Прабхупада: жоқ, күледі. Шын рухани ұстаздар арнайы стандарт талаптарына сай келуге тиіс. Сіз өлеңнің бір жолын ғана өстедіңіз. Рухани ұстаз деген кім? Деген сұраққа өлеңнің келесі жол жауап береді. Шротриям брамаништам. Шротриям сөзі шынайы көзден естушіге қатысты. Рухани ұстаз дегеніміз білімді басқа маман рухани ұстаздан үйренген шәкірт. Бұл бір дәрігердің медицина білімін басқа бір маман дәрігерден үйренуіне ұқсайды. Шын рухани ұстазда дәл осылай рухани ұстаздардан шәкіртке табыстау тізбегінен келуге міндетті. Бастапқы рухани ұстаз Құдайдың өзі. Грейди: иә, әрине. Прабхупада: Құдайдан естіген шәкірт дәл сол ілімді шәкірттеріне түсіндіреді. Ілімді бұрмаламай жеткізетін шәкірт шын рухани ұстаз. Тәсіліміз осындай: өсиеттерді Кришнадан, Құдайдан есту арқылы алып, кімнің кемел екенін түсінеміз. Немесе Кришнаға қарсы келмейтін және Кришнадан тану ілімін ұғынған Кришнаның өкілінен естиміз. Бұл көрер көзге көрнекті, естір құлаққа ұнамды сөйлеп, керісінше көзден таса қалса ұнамсыз қылық істеуімізге болады деген сөз емес. Бұлай кереғар харекет ететін екіжді шәкірт рухани ұстаз бола алмайды. Грейди: Батыс Ирландияда тұратын сіз қатарлы 78 жасқа келген қарапайым қарт әкем. Діни уағызшылар Құдай түптің түбінде бәрін білуші дейді. Ал Құдайды кім үйреткенін білгім келеді. Сен мектепте оқыдың, небір кітаптар оқыдың, сонда Құдайды кім үйреткенін айтып бере аласың ба? Деген сұрақтарына жауап алмай далмын. 78 мен 39 жас арасындағы айырма осы. Прабхупада: жоқ, мәселе жасты емес, білімнің айырмашылығында. Ең алдымен Құдай деген кім деген Брахма сутраның сұрағына жауап табуымыз керек. Грейди: Құдайды кім үйретті? Прабхупада: жоқ. Ең алдымен Құдайдың кім екенін біліп алайық, сонан соң Құдайды кім үйреткенін сұрайық. Веданта сутра Адхада Брахма Жижнаса енді Құдайдың кім екенін сұрастыруымыз шарт деп басталады. Құдайдың кім екенін білмей тұрып, Құдайды кім үйретті деп сұрауыңыз жөн бе? Егер Құдайды білмесеңіз, Құдайды кім үйретті деп сұрамайсыз ғой, солай емес пе? Иә. Грейди: иә. Прабхупада: Құдайдың кім екенін Брахма сутра Джанмадия Саята бар болмыс Құдайдан бастау алады деп үйретеді. Бар болмыс бастау алатын жоғарғы тіршілік иесін Құдай дейді. Енді сол жоғарғы тіршілік иесінің табиғаты қандай екен? Ол өлі тас па, жоғалды тірі жан ба? Ол да түсіндіріледі. Джанмадия Саята Нваят Итарата Чертеш Аби Джанати Сварат Бхагаватам 1.1.1. Жоғарғы тіршілік иесі тікелейді, жанама да бәрін де біледі. Бәрін толық білмейінше ол Құдай бола алмас еді. Сонан соң Құдайды кім үйретті деген сұрақ туады. Оған да жауап бар. Сварат, толық тәуелсіз Құдай ешкімнен үйренуге мұқтаж емес. Құдай осындай. Басқалардан үйренуге мұқтаж тәуелсіз жан Құдай бола алмайды. Бхагават-гитаны баян еткен Кришна ешкімнен үйренуге мұқтаж болмаған. Мен Бхагават-гитаны рухани ұстазымнан үйрендім. Керісінше Кришна ешкімнен үйренуге мұқтаж болмаған.
Başkalardan үйренуге muhtaç емес, тәуелсіз емес, Құдай болып саналады. Грейди. Бұған адами махаббаттың қандай қатысы бар? Прабхупада. Бәрі де Құдайдан бастау алады. Құдайдың бөлінбес бөлшектері ретінде біздің бойымыздан да толымсыз махаббатымыз көрініс табады. Себебі махаббат Құдайдан бастау алады. Құдайды жоқ еш нәрсе тіршілік етпейтіндіктен Құдайдың бойында махаббат тіршілік етеді. Сонда Грейди, сонда махаббат көріністері Құдайдың көріністері болғаны ма? Прабхупада. Егер Құдай махаббатқа бейім болмаса, біздің бойымыздан махаббат табылар ма еді? Ұл баласының әкесіне тартатын тәрізді Құдай махаббатқа бейім болғандықтан біз де махаббатқа бейімбіз. Грейди. Мүмкін махаббат қажеттіліктен туатын шығар. Прабхупада. Жоқ, мүмкін деп жорамалдау жөн емес. Біз Құдайды хақи тұрғыдан танимыз. Жанмади асаята. Құдай дегеніміз баршаның бастау көзі. Айқасуға бейім болғанымен, Құдайдың айқасуымен махаббаты хақи тұрғыдан көрінеді. Фәни әлемде айқасу мен махаббат бір-біріне қайшы келсе, керісінше Құдайдың бойындағы айқасуға бейімділігі мен махаббатқа бейімділігі бірдей. Хақ дегеніміз осыны білдіреді. Құдайдың аталмыш қас дұшпансымақтарының Құдайдың өз қолынан өлгенде азат етілетін веда шастраларынан білеміз. Грейди. Құдайды өз бетімізбен тани аламыз ба? Прабхупада. Жоқ. Сондықтан Виджнан Артхам Сагурамева Абхигачиет деген өлеңді келтірдік. Абхигачиет сөзі міндетті дегенді білдіреді. Гурудың көмегінсіз өз бетімізбен тани алмаймыз. Санскрит грамматикасында ветхилинг деп аталатын етістіктің бұл кейпі таңдау қалмаған жағдайда қолданылады. Абхигачиет сөзі гуруға жүгінуге міндеттілігімізді білдіреді. Ведалар осылай мәлімдейді. Сондықтан Кришнамен әңгімелескен Арджунаның көкейіндегі түйткілді мәселелері шешусіз қалған соң Кришнаға беріліп, Кришнаны өзінің гуру етіп қабыл алғаны Бхагавад-гитада баяндалған. Карпане доша пахата свабхава причами твам дharma samudacheta яшрея сяннишитам брухитаннем шейшястехам шадимам твам прапаннам. Абыройсыз сараң сезімге бой алдырған осалдығымның кесірінен өзімді тізгіндеп ұстауға шамам келмей, өз міндетімді ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін білуден қалдым. Енді сенің шәкіртіңмін, шыбын жанымды бір өзіңе тапсырдым. Үйрете көр мені деген Арджунаның өз міндетін білуден қалып жаңылысқанын көреміз. Грейди. Өзімізге міндеттіміз бе, өзгелерге міндеттіміз бе, жоқ әлде үкіметке міндеттіміз бе? Прабхупада. Жауынгердің міндеті қас дұшпанымен айқасу. Әскербасы болған Арджунаға Кришна қарсы жақта сап түзеп тұрғандар сенің жауларың. Ал сен әскербасың, неліктен қарсы күш қолданғың келмейді? Мұның жақсы емес деп кеңес береді. Сонда Арджуна шынында да әбден жаңылысқан, мен дұрыс шешім таппай, дал болып, ойын былтыр тартқандықтан сені рухани ұстазым етіп қабылдаймын, үйрете көр мені деп жалбарынады. Балағап, абыржып, жаңылысып, шатысқан пенде кемел білімге ие ұстазға жүгінуге тиіс. Заңға қатысты мәселелерді шешу үшін заңгерге жүгінесіз. Ал медицинаға қатысты мәселелерді шешу үшін дәрігерге жүгінесіз. Фәни әлемдегілердің бәрі рухани ішкі жан дүниелерін білмей адасқандықтан шын білім бере алатын шын рухани ұстазға жүгінуіміз шарт. Грейди. Әбден жаңылыстым. Прабхупада. Демек, рухани ұстазға жүгінуіміз шарт. Грейди. Рухани ұстазға жүгінсем жаңылысудан алып шыға ма? Прабхупада. Рухани ұстаз жаңылысудан қай түрінен болмасын алып шығады. Егер шәкіртін жаңылысудан алып шыға алмаса, ол рухани ұстаз емес. Рухани ұстазды осы қадір қасиетінен таниды. Samsaradava nalalidaloka Tranaya karuna ganaganatam Raptasakaya nagunarnavasya Vande Guru Shri Charanarabindam. Әлем жалындап жанған орман өртіне ұқсайды. Орманда өрт шалғанда барша жануарлар жаңылысып әбігерге түседі. Аман қалу үшін қайда қашып құтыларын білмей асып сусады. Фәни әлем өртіне өртенушілер қайда қашарын білмей жаңылысады.
Жалындап жанған осы орман өртін қалай сөндіруге болады? Өрт söndürüşçüler de şelektep su tasıp kıyışlar da düleyi örtü söndüre almaydı. Tek buluttan жауған нөсер жаңбыр ғана орман өртін сөндіре алады. Бұл сіздің қолыңыздан келмейді. Тек Құдайдың мейір шапағатымен іске асады. Осылай жаңылысқан адамзат тұйықтан шығу шешімін таба алмай дағдаруда. Құдайдың мейір шапағатына бөлінген рухани ұстаз жаңылысқан адамға тұйықтан шығу шешімін көрсете алады. Құдайдың мейір шапағатына бөлінген жан рухани ұстаз болып, сол мейір шапағатты басқаларға сыйлай алады. Сол рухани ұстазды табу қиын болып тұр ғой. Грейди, сол рухани ұстазды табу қиын болып тұр ғой. Прабхупада. Мәселе онда емес, өзіңіздің қаншалықты адал екеніңізде. Проблемаларыңыз болғанымен Құдай жүрегіңізде. Ишвара сарба бутанам, Құдай алыс емес. Егер адал болсаңыз, Құдай рухани ұстазды жібереді. Сондықтан Құдайды Чайта Гуру, жүректегі рухани ұстаз деп атайды. Құдай ішімізден де сыртымыздан да көмектеседі. Бхагавад-гитада бәрі осылай баяндалған. Машина сияқты мына фәни дененің жүрегінде жан отыр. Ал жанның жанындағы Параматма, Кришна мынаны істегің келіп еді, енді мүмкіншілігің бар да істе деп нұсқауларын беріп отырады. Егер адал ниетіңізбен, о Тәңірім, енді бір өзіңе қызмет еткім келеді деп жалбарынсаңыз, Тәңір, мына жолмен жүрсең маған келесің деп нұсқауларын беріп, мейір шапағатын жаудырады. Керісінше, егер басқа нәрселерді қаласақ, меселімізді қайырмайды, қалағанымызды аламыз. Құдай аса мейірімді. Егер бір нәрсені алғымыз келсе, сол қалағанымызды алу жолын Құдай жүрегімнен айтып отырады. Қалағанымызды алу жолын айтып отыратын Құдай рухани ұстазды табу жолын айтпайды деп ойлайсыз ба? Ол үшін ең алдымен бойымыздағы Құдай тану санамызды қайтадан жаңғыртуға, ұмтылуға міндеттіміз. Сонда Құдай рухани ұстазды жібереді. Грейди, зор рахмет. Сізге де зор рахмет. Сізден өтінерім, өзіңіз ақын екенсіз. Құдайды мадақтаңыз. Суырып салма ақындық дарыныңызды мархабат етіп, Құдайды мадақтауға арнасаңыз, өз өміріңізде тыңдармандарыңыздың өмірлерді табысқа жетеді. Шримад Бхагаватам осылай өсиеттейді. Идам хиппам самстапаса шрутасява, свиштаса суктаса чабути даттайо, авичютардха кавибхир нирупито ядуттама шлока гунануварнанам. Бхагаватам 1.5-22. Tapasyalardan, vedalar zerttеуден, құрбан шалудан, мантралар дәндетуден және қайыр садақа үлестіруден тұратын таным тәсілінің қатесіз мақсаты таңдаулы поэзияларда мадақталатын Тәңірдің бақи сипаттамаларынан шарықтау шегін табады деп шүбәсіз қорытады ғалымдар қауымы. Ақындар, ғалымдар, дінтанушылар, философтар, саясаткерлер сияқты көптеген сегіз қырлы бір сырлы дарындарға жоғарғы тіршілік иесінің даңқын мадақтау арқылы міндеттеріңді жетілдіріңдер деген өсиет берілген. Грейди. Әлде бір мақсатқа жету үшін әркімнің белгілі бір қабілетке иеленгенін өз тәжірибемнен білемін. Прабхупада. Ол мақсат осы өлеңде берілген. Авичюта. Жалғыз қатесіз шешім мынадай. Олар Құдайдың даңқын мадақтасын. Грейди. Сіз рухани ұстаз, таңдаулы жан дедіңіз ғой. Құдайдың таңдаулылары болып саналатын рухани ұстаз, ақын, діни қызметкер сияқтылар жыр жазу, я сурет салу, я музыка шығару үшін таңдалған. Прабхупада, я музыкаңызды Құдайға арнап шығарсаңыз, кемел шыңына шарықтайсыз. Құдай үшін, Грейди, Құдай үшін еңбектенетін адам сол ісімен кемел шыңына шарықтай ма? Прабхупада, я, Грейди, зор рахмет.